Медицинада болашақ мамандықты қалай таңдау керек? Болашақ мамандықты таңдарда хочу, могу, надо методикасы көмектеседі. Алғашқысы хочу. Сіз нені қалайсыз? Адамдармен жұмыс жасағыңыз келеді ме, әлде келмейді ме? Адамдармен жұмыс жасағыңыз келмесе, сізге лабораториялық диагностика, денсаулық сақтау, биотехнология секілді парамедициналық бағыттарда жұмыс жасасаңыз болады. Екінші этап могу. Сіз өзіңізге қаншалықты риск ала аласыз? Мәселен, хирургтар өздеріне үлкен риск алады. Себебі ол кісілердің жасаған кішкентай қателігі адам өміріне үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Егер өзіңізге үлкен риск алмайтын болсаңыз, сізге терапиясыз бағытына барған дұрыс. Мәселен, гастроэнтерология, эндокринология және де терапевт. Үшінші этап надо. Яғни, сіз таңдағалы жатқан мамандық қоғамға қаншалықты қажет? Мысалы келтірейік. Сіз жоғары класты диагнозсыз. Алайда, сіздің тұрғылықты мекеніңізде диагностика жасауға арналған құрылғылар жоқ. Сіз жұмыссыз қалдыңыз.